Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: Әбілхайыр ханның Анна Иоанна патшайымға жазған хатының себептері мен салдары қандай болды? Сабақтың мақсаты: Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына талдау жасау, Қазақ хандығының сыртқы саясаттағы нәтижелерін анықтау. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ресей мен Қазақ хандығы арасындағы қарым-қатынасқа талдау жасадыңыздар. Ең алдымен балалар білімнің сайтын пайдаланып, Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуына байланысты бейне жазба көретін боласыздар. Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы жайлы не білесің? Қай жүз Ресейге қосылуды шешті? Әбілхайыр ханның елшілігі Петербургке қашан жетті? Ресей әкімшілігі кіші жүз жөнінде қандай үкім шығарды? Кіші жүздің Ресейге қосылуының салдары қандай болды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басталуы жайлы не білесің? 18 ғасырдың басында қалыптасқан саяси жағдай қазақ жерін қыспақта ұстады. Қазақ басшылары қалыптасқан жағдайдан шығудың басты жолы Ресей бодандығын қабылдау деп шешті. Осы маңызды шешім қазақ халқының алдағы тағдырына тікелей қатысты болды. Қай жүз бірінші болып Ресейге қосылуды шешті? Осы тарихи кезеңде кіші жүздің ханы Әбілхайыр басты рөл атқарды. Кіші жүз ақсүйектері ханға Ресеймен тек әскери одақ құруды ұсынды. Алайда Әбілхайыр кіші жүзді Ресей құрамына қабылдау туралы өтініш хат жазып, елшілік аттандыруды ойластырды. Әбілхайыр хан жіберген елшілік Петербургке қашан жетті? 1730 жылдың 8 қыркүйегінде Сейітқұл Қойдағұлұлы мен Құтылымбет Қоштайұлы бастаған қазақ елшілері Петербургке келіп, Анна Иоановна патшайымға Әбілхайыр ханның хатын табыстайды. Хатта: «Мен, Әбілхайыр хан, өзіме қарайтын кіші жүзбен орта жүздің атынан бәріміз сізге құрмет көрсетеміз. Сіздің тарапыңыздан қамқоршылықты сұраймыз» делінген болатын. Әбілхайыр өз хатында қазақтар мен башқұрттардың арасындағы асқынған қарым-қатынастарға тоқталады. Хан кіші жүздің Ресейге қосылуы арқылы осы мәселені реттеуді де ойлайды. Қазақ басшылығының Ресейдің бодандығына өтудегі басты мақсаты жоңғарлармен күресте қолдау табу, орыс-қазақ сауда қарым-қатынасын дамыту, башқұрттар мен қалмақтардың тарапынан жасалатын шабуылдарға тойтарыс беру болды. Әбілхайыр өзінің бодандық туралы ұсынысымен Ресейге мұсылмандық шығысқа жол ашты. Әбілхайырдың Ресейге қосылу туралы шешімінің басты мақсаты ішкі алауыздықты тоқтатып, сырттан қауіп төндірген жауларға тойтарыс беру еді. Алайда қазақтың басқа хандары Әбілхайырдың Ресеймен бірігіп, үлкен күшке ие болуынан қауіптенді. Оның Ресей көмегіне сүйеніп, бүкіл қазақ ұлтына әмір жүргіземін деген үміті ақталмады. Ресей әкімшілігі кіші жүз жөнінде қандай үкім шығарды? 1731 жылдың 19 ақпанында Ресей патшайымы Анна Иоановна кіші жүз ханының өз еркімен Ресейдің қарамағына өтуі туралы құжатқа қол қойды. 1731 жылы 30 сәуірде Тевкелевтің басшылығымен арнайы елшілік кіші жүзге жіберілді. Тевкелевтің миссиясы бұрыннан қалыптасқан қазақ-орыс қарым-қатынасын заңдастыру болды. Бұл Ресей тарихындағы ең басты дипломатиялық қадамның бірі болды. Кіші жүздің Ресейге қосылуында Бөкенбай батырдың да орны ерекше болды. Ол Ресей бодандығын қабылдай отырып, бұл қадамның аталған кезең үшін маңызын түсінді. Ресейге бодан болу туралы ант қабылдау барысында Әбілхайыр өз ұлы Ералыны аманатқа Ресейге қалдырды. Кіші жүздің Ресейге қосылуының салдары қандай болды? Ресейге қосылудағы басты нәтиже Еділ қалмақтары мен башқұрттар тарапынан қазақтарға қысым жасау тоқтатылды.
Алайда Ресей империясы өзінің басты мақсатына жету үшін Қазақ хандығының территориясына ене бастады. Балалар, біз бейнежазбаны көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспект оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсақ, бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмада балалар себептердің ақиқат не жалған екенін анықтау керексіздер. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырмада Ресейдің қазақтарға қатысты жоспарын анықтаңыздар. Оқушылар, екінші тапсырмамызды орындап болсақ, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.